Қайырлы таң, әріптестер. Бүгін бізбен іс тәжірибемен бөлісіп Қарағанды қаласы Тілек Бөбекжайы зерттеу іс әрекетті баланы жетілдіру жолы әдістемелік құралы бойынша семинар практикум өтеді. Бұл әдістемелік ұсыным облыстық кеңесте қорғады. Бізде бүгін трансляция болады. Тілек Бөбекжайы, сендерге сөз. Бастай беріңіз. Бізге организаторство бересіз бе? Бердім. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мағжан Жұмабаев бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер деген. Шынында да баланың танымдық белсенділігін оятып, зерттеушілік қабілетті дамыту үлкен жауапкершілікті талап етеді дей келе, бүгін сіздерге зерттеу іс-әрекеті баланы жетілдіру жолы атты әдістемелік құрал аясында жұмыс тәжірибемді ұсынғым келеді. Бұл құрал Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы нормативті құқықтық актілеріне сәйкес әзірленіп, Қазақстан Республикасының білім туралы заңы, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 2022 жылғы нөмір 348 бұйрыққа бойынша үлгілік оқу бағдарламасы, инклюзивті білім беру жөніндегі ұсынымдар және санитарлық талаптар негізінде құрылды. Қазіргі мектепке дейінгі білім беру жүйесінде баланың танымдық белсенділігін арттыру, зерттеушілік қабілетін дамыту басты міндеттеріміздің бірі. Өйткені зерттеу іс-әрекеті мектепке дейінгі жастағы бала үшін қоршаған ортаны танудың ең табиғи әрі тиімді жолы болып табылады. Бала тәжірибе жасау, бақылау, салыстыру, сұрақ қою арқылы өздігінен қорытынды шығаруға үйренеді. Себеп салдарлық байланыстарды түсінеді. Тілдік қарым-қатынасы мен ойлау дағдылары жетілдіреді. Ұсынылып отырған әдістемелік құрал 4 жастағы балалардың жас ерекшелігін ескере отырып, зерттеу іс-әрекетін ойын, бақылау және қарапайым тәжірибелер арқылы тиімді ұйымдастыруға бағытталған. Бұл бүгінгі біздің тақырыбымыз зерттеу іс-әрекеті баланы жетілдіру жолының тақырыбының өзектілігі. Бұл өзектілігіне тоқталатын болсақ, мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеушілік қабілетті дамыту, баланың ойлау, бақылау, зерделеу, салыстыру, болжау және қорытынды жасау дағдыларын қалыптастыруда аса маңызды. Бүгінгі таңда балалардың танымдық белсенділігін арту, табиғи құбылыстарды зерттеу арқылы олардың логикалық ойлауын, тілін, сенсорлық қабылдауын дамыту қажеттілігін артып келеді. Зерттеу іс-әрекетінің жүйелі ұйымдастырылуы баланың болашақ оқу әрекетіне дайындығын күшейтеді және функционалдық сауаттылықтың бастапқы негізін қалайды. Жалпы бүгінгі біздің зерттеу іс-әрекеті құралымыздың мақсаты ересек топ балаларына арналған, ересек топ балаларының зерттеушілік іс-әрекетін тиімді ұйымдастыруға арналған әдістемелік негіз және тәрбиешілерге тәжірибелік қолданбалы педагогикалық ұсыныстар беруге көмекші құрал. Жалпы зерттеудің міндеттеріне тоқталатын болсақ, жаңағы өзіміз айтып өткендей 4 жастағы балалардың танымдық зерттеушілік даму ерекшеліктерін талдау. Зерттеу іс-әрекетінің мәнін, құрылымын, педагогикалық маңызын ашу болып табылды. Су, ауа, құм, топырақ, өсімдік, жарық, дыбыс сияқты табиғи материалдармен зерттеудің қарапайым әдістерін ұсыну. Зерттеу іс-әрекеті ойымен, бақылаумен, тәжірибемен байланыстыратын ең тиімді әдіс-тәсілдерді көрсету. Зерттеу ортасын ұйымдастырудың қауіпсіздік талаптарын анықтау.
балалардың зерттеу нәтижелерін талдау, бағалау және критерийлерін жүйелеу. Тәрбиеші мен ата-ананың бірлескен жұмыс механизмін көрсету. Зерттеуде қолданылатын әдіс тәсілдер ол басты міндетке айналған бақылау әдісі болды, эксперимент, қарапайым балалармен бірге тәжірибелер жүргізілді, салыстырдық, жіктедік, талдадық, синтездедік, педагогикалық байқау болды және балалардың әрекетін мониторингтедік, зерттеу нәтижесін талқылап және қорытынды жасалды. Бұдан не шығады бізден? Күтілетін нәтижелер. Күтілетін нәтиже осы ұсынылып отырған біздің пайдаланылған әдістемелік құралды қолдану нәтижесінде балалардың танымдық белсенділігі артады, бақылауы, салыстыруы, болжауы, сұрақ қою дағдылары қалыптасады, зерттеу әрекетінің қарапайым кезеңдері меңгеріледі, табиғат құбылыстарына қызығушылық күшейеді, логикалық ойлау, сенсорлық қабылдау, ұсақ моторика дамиды, тәрбиешіде зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыруға қажетті кәсіби дағдылар қалыптасады. Тәрбиешінің өзі де балалармен бірге дамып және қалыптасады екен. Практикалық маңыздылығына тоқталатын болсақ, бұл құралдың күнделікті ұйымдастырған іс-әрекетін серуен кезінде бақылауларды табиғи материалдармен жұмысты жүйелі жоспарлауға мүмкіндік беруде. Ол тәрбиешіге зерттеу іс-әрекетін балалардың жас ерекшелігіне сай тиімді түрде ұйымдастыруға нақты әдіс тәсілдер ұсынады. Бұл жұмыстың жаңашылдығы деп айтсақ болады. Зерттеу іс-әрекетінің жаңашылдығына тоқталатын болсақ, зерттеу іс-әрекеті баланың жас ерекшелігіне толық бейімделіп, қарапайым тәжірибелер арқылы түсіндірілген. Зерттеу әрекеті ойымен, сенсорлық қабылдаумен, бақылаумен ұштасқан форматта ұсынылған. Дамытушы ортаны ұйымдастырудың практикалық әрі қолжетімді жолдары жүйеленген. Балалардың зерттеу нәтижесін педагогикалық тұрғыдан талдаудың қарапайым критерийлері жасалған. Тәжірибелер балалардың қауіпсіздік ережелерін ескере отырып құрылымдалған. Балабақшада тәрбиешіге арналған нақты әдістемелік қолдау кешенді түрде берілген. Бұл ұсынылып отырған әдістемелік құрал 4 жастағы ересекті балалардың зерттеушілік іс-әрекетін жүйелі ұйымдастыруға бағытталған. Бұл құралдың ерекшелігі зерттеу әрекетін айтып өткендей ойынмен, сезімдік тәжірибемен, табиғи материалдармен жұмыс жасаумен ұштасуында. Су, ауа, құм, топырақ, өсімдік, жарық, көлеңке, дыбыс секілді қарапайым табиғи құбылыстарды қауіпсіз әрі қолжетімді түрде зерттеу жолдары жүйеленіп берілген. Менің тәжірибемде зерттеу іс-әрекетін тек ұйымдастыру оқу қызметін шектемей, оны күнделікті әрекетке, серуен кезінде еркін ойынға кіріктірудің басты назарда ұстадым. Бұл балалардың табиғи қызығушылығын сақтауға және зерттеу дағдыларын өмірмен байланыстыра дамытуға мүмкіндік береді. Бұл құрал тәрбиешілерге зерттеу ортасын ұйымдастыруда, тәжірибе мен бақылау әдістерін дұрыс таңдауда, балалардың нәтижесін талдауға бағыттауда және қауіпсіз талаптарын нақты әдістемелік қолдау көрсетеді. Сонымен қатар, инклюзивті топтарда қолдануға бейімделген тәсілдер қарастырылған. Осы бағыттағы жұмыс нәтижелері балалардың танымдық қызығушылығын артып, бақылау, болжам жасау, салыстыру қабілеттері балалардың дамиды. Олар қарапайым зерттеу кезеңдері меңгеріп, қоршаған орта құбылыстарына саналы көзқарастарын қалыптастырады. Бүгінгі тәжірибе алмасу барысында сіздермен зерттеу іс-әрекетін ұйымдастырудың тиімді жолдары қолданылған әдіс тәсілдер және қол жеткізген нәтижелермен бөлісетін боламын. Қазіргі білім жүйесінде баланың табиғи қызығушылығын қолдау біздің басты міндетіміздің бірі. Себебі 4 жастағы бала неге, қалай, қайдан деген сұрақтар жиі туындайды. Егер біз осы сұрақтарға дұрыс бағыт берсек, баланың зерттеушілік қабілеті жүйелі түрде дамиды. Ұсынылып отырған әдістемелік құралдың мазмұны да дәл осы қажеттіліктен туындады.
Мен өз тәжірибемде зерттеушілік іс-әрекетін арнайы ұйымдастырылған оқу қызметімен ғана шектемей, оны күнделікті өмірмен байланыстыруға басымдық бердім. Мысалы, серуен кезінде қардың еруін бақыладық, желдің бағытын анықтадық, құмның құрғақ немесе дымқыл күйін салыстырдық. Суға әртүрлі заттарды салып көру арқылы бала өздігінен қорытынды жасауға дағдыланды. Зерттеу әрекетінің қарапайым құрылымы бақылау, әрекет, қорытынды және балаларға қарапайым түсінікті тілде ойын элементтері арқылы ұсынылды. Бұл тәсіл олардан қорқынышын жойып, еркін ойлауға мүмкіндік береді. Әсіресе табиғи материалдармен жұмыс барысында балалардың сенсорлық қабылдауы, ұсақ моторикасы, тілдік белсенділігі қатар дамитынын байқадым. Сонымен қатар, зерттеу ортасында ұйымдастыруға ерекше мән берілді. Топ ішінде кішкентай зертхана бұрышы жасақталып, онда суға арналған ыдыстар, құм, тастар, үлкейткіш, әйнек, табиғи материалдар орналастырылды. Барлық әрекет санитарлық талаптар мен қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып жүргізілді. Балаларға қауіпсіздік дағдыларын үйрету, зерттеу мәдениетін қалыптастырудың ажырамас бөлігі. Тәжірибе барысында балалар өздігі айқын байқалды. Олар бақылауды мұқият жүргізе бастады. Болжам айтуға талпынды. Өз ойларын дәлелдеуге үйренді. Ең бастысы, балалардың танымдық белсенділігі артты. Бұл жұмыста біз тек қана балалармен ғана емес, ата-аналармен де серіктестіктігі маңызды орын деп шештік. Үй жағдайында балалар қарапайым тәжірибелер жасауға ұсыныстар беріліп, бірлескен бақылаулар ұйымдастырылды. Нәтижесінде бала үшін зерттеу тек қана балабақшадағы әрекет емес, күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналды. Қорытындылай келе, зерттеу іс-әрекетін жүйелі ұйымдастыру баланың функционалдық сауаттылығының, логикалық ойлауының жауапкершілігін, сезімін қалыптастыруына негіз болды. Бүгін сіздермен осы бағыттағы нақты әдіс-тәсілдермен, ұйымдастыру формаларымен және қол жеткізген нәтижелермен бөлісуге дайынмын. Енді зерттеу іс-әрекетінің негізгі бөліміне, яғни 4 жастағы балалардың танымдық даму ерекшеліктеріне тоқталғым келеді. Ересек топтағы балалардың ойлауы көрнекі бейнелік сипатта болады. Яғни олар ақпаратты сөз арқылы ғана емес, нақты әрекет, көру, ұстау, сезіну арқылы жақсы қабылдайды. Сондықтан зерттеу іс-әрекеті дәл осы жас кезеңінде өте тиімді. Бала өз қолымен ұстап, көрген, өз тәжірибесі жасаған құбылысты тереңірек түсінеді және есте жақсы сақтайды. 4 жастағы балада неге, қалай, қайдан деген сұрақтар жиі туындайды. Бұл танымдық белсенділіктің белгісі. Егер педагог осы сұрақтарға қолдап, дайын жауап бермей баланы өздігінен ойлануға бағыттаса, зерттеушілік қабілетін біртіндеп қалыптасады. Мысалы, мұз неге ериді деген сұраққа бірден жауап бермей, балалармен бірге бақылау жасап, жылы жерде және суық жерде мұздың өзгерісін салыстыру арқылы қорытынды шығаруға болады. Бұл жастағы балалар заттарды салыстыруға, ұқсастық пен айырмашылықты табуға, қарапайым себеп салдардың байланысты анықтауға, болжам жасауға қабілетті бола бастайды. Зерттеу іс-әрекеті барысында осы дағдыларды жүйелі түрде дамытамыз. Мысалы, суға әртүрлі заттарды салып көру арқылы қай зат батады, қайсысы батады, қайсысы батпайды, қайсысы тез батады деген сұрақтар төңірегінде болжам жасатамыз. Ал тәжірибе нәтижесінде бірге талқылап, баланың ой қорыту қабілеті жетіледі. Сонымен қатар 4 жастағы балалардың зейіні тұрақсыз болуы да мүмкін. Сондықтан зерттеу әрекеті қысқа, нақты, қызықты формада ұйымдастырылуы тиіс. Ойын элементтерді енгізу, кейіпкер арқылы тапсырма беру, проблемалық жағдайды құру өте тиімді тәсілдер. Тағы бір маңызды ерекшелік бұл балалардың эмоциялық қабылдануының жоғары болуы. Егер зерттеу әрекеті таңданыс тудырса, онда баланың ішкі мотивациясы артады, баланың қуанышы, не болмаса таңғалғандығы сезіледі. Мысалы, жарық пен көлеңкені зерттеу кезінде қарапайым фонарьды қолдану,
Дыбыс зерттегенде әртүрлі материалдың дыбысын тыңдату балалардың қызығушылығын арттырады, күшейтеді, олардың қызығушылығы дыбысқа деген оянады. Осылайша зерттеу әрекеті 4 жастағы баланың табиғи даму ерекшеліктеріне толық сәйкес келеді. Ол баланың тек білімін ғана емес, ойлау мәдениетін, сөйлеуін, өз ойын дәлелдеу қабілетін қоршаған ортаға жауапкершілік қарауын қалыптастырады. Келесі бөлімде зерттеу әрекетті ұйымдастырудың нақты құрылымы мен өзімнің өткізген практикалық тәсілдеріме тоқталатын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, балабақшада біз түрлі түсті көпіршіктер деген тәжірибе жасадық. Бұл тәжірибенің басты мақсаты балаларға жай ғана ауаның бар екендігін, оның көзге көрінбесе де орын алатын түсіндіру. Көпіршіктер қайдан пайда болады, ол үшін қандай заттар керек. Көпіршіктің пайда болғаннан кейін тәжірибе жүзінде балалардың өзінің қолдарымен жасап, үрлеп көрсетуіне бақылау жасадық, зерттедік, салыстырдық, және балалардың дағдылары дамыды. Бұл жерде әдіс тәсілдер қалай пайдаландық? Тәжірибеде су алдық, сұйық сабын және аздап тағамдық бояулар, түрлі түсті ерітінді дайындадық. Арнайы таяқша немесе түтікшелерді алып пайдалануларыңызға болады. Бақылау әдісі балалардың көпіршіктің көлемін, түсін және оның ауаға ұшқанын бақылайды. Ол кезде үлкен немесе кішкентай болатынын балалар салыстырды, бақылады. Бұл біздің пайдаланып отырған тәжірибеміздегі түрлі түсті бояулар, ол кәдімгі тағамға пайдаланатын зиянсыз, ешқандай қоспасыз, адам өміріне қауіпсіз түрлі түсті бояулар болып табылды. Балалар көпіршіктің көлемін, ұшуын бақылады, қай кезде үлкен болды, немесе кішкентай болып салыстырды. Балаларға сұрақтар қойылды тәжірибе барысында. Неге көпіршіктер ұшты? Оның ішінде не бар? Неге олар жарылды? Көрнекілікті біз пайдаландық, дайын көпіршіктерді көрсеттік, өздері үрлеп көрсетті, және олардың таңданысы, тәжірибеге деген қызығушылығы артып, мен жасайынша, тағы да жасайықшы, осы жасаған тәжірибе қызықтырақ болды, ертең тағы қандай тәжірибе болады, не болмаса келесі жолы басқаша мынандай заттарды көрдім деген қызығушылықтар өте жоғары болды. Ойын ойнап барысында балалар менің жасаған көпіршігім, үрлеген көпіршіктер үлкен болды дейді. Міне көрулеріңізге болады алдарыңыздағы. Сәлем достар, біз бүгін тәжірибе жасаймыз. Оған су сабын, су, түрлі түсті бояулар және түтікшелер. Міне өздеріңіз құрметті әріптестер көріп отырғандай, көпіршіктің пайда болуы, көпіршік сабын ерітіндісі екен, оның ауаның қосылуынан пайда болатынын балалар үрлеген кезде ауа сабының қабығының ішіне кіретінін сезінді, үрлеу арқылы білді. Сол қабықшықтың ішіне ауа толғанда шар тәрізді әртүрлі пішіндерді жасайтынын білді. Көпіршік жеңіл болғандықтан олар ауада ұшады. Қабықша жұқарып немесе басқа затқа тигенде ол жарылатынын білді. Көпіршіктің түрлі түсті болып көрінуі ол жарықтың шағылысуына байланысты. Бұл жерде біз міндетті түрде қауіпсіздік ережелерін қолдан сақтадық, себебі ерітіндіні ауызға салмау керектігін, көзге тиіп кетпеу керектігін, түтікшені бір-бірімен алмастырмау, әр балаға жеке-жеке түтікшелерді қолдану. Тәжірибеден кейін міндетті түрде балалар қолдарын сүртіп, қолдарын жуу және
жеке гигиеналық талаптарға сәйкес балалар өз-өздерін барлық қауіпсіздік ережесін сақтадық. Бұдан біздің айтқымыз келгені, күтілетін нәтиже көпіршік тәжірибесінде балалар ауаның бар екенін түсінеді, көпіршіктің пайда болатынын біледі, табиғи құбылыстарға қызығушылығы артады және қарапайым ғылыми бақылаулар жасап, осы арқылы қызығушылықтары арта түседі. Ал енді келесі біздің осы тәжірибеде балабақшада біз жаңағы тек қана табиғи материалдарды емес, әртүрлі ағаштармен жұмыс жасадық. Бұл балабақшада ағаш таяқшаларынан сәулетші ойын ойнадық. Өздеріңіз білесіздер, бұл сәулетші ойыны өте қызықты. Биыл бізде мамандықтар жылы болғандықтан балалардың басты назарын осы мамандыққа бұрау келе, сәулетші болғым келеді, балалардың әрқайсысына сұрақтар қоя бастадық. Сен өскенде кім боласың, кім болғың келеді? Біреу айтады, мен сәулетші боламын, мен тәрбиеші боламын, мен басқаша да бизнесмен боламын деген сияқты әртүрлі ақпараттар береді. Балаларға қызықты әрі нақты ойын түрінде болды. Сол себепті біз бүгін осы мақсатта ағаштар, таза табиғи ағаштардың ағаш таяқшаларын пайдаланып, үй және балабақша құрастыруды жөн көрдік. Жалпы бұл ойынның мақсаты балалардың кеңістік туралы түсінігін қалыптастыру, жобалау дағдыларын дамыту және сәулетші деген мамандығына қызығушылығын ояту болды. Балалардың шығармашылық ойлауын, қиялын, ұқыптылығын және эстетикалық талғамын жетілдіру. Бұның жасалу жолы қарапайым сәулетші сияқты ойлау болды. Алдымен балаларға біздің арманымыздағы балабақша қандай деген сұрақтар қойылды. Қағазға қарапайым сызба жоспарлар салынды. Балалар өздерінің арманындағы балабақша, келіп жүрген балабақшаның ұнайтынын, өзіміздің келіп жүрген топтың ұнайтынын барлығын айтып, өздерінің осы дайындалып тұрған таяқшалардан зәулім үйлер тұрғызғысы келетінін, балабақша тұрғызғысы келетінін айтып жеткізді. Әр баланың әр қиялы әртүрлі болды, себебі әр бала әртүрліше армандайды, өз қиялының, өз армандаған заттарын таяқшалар арқылы жасап бізге жеткізе білді. Міндетті түрде қолданылатын әдіс тәсілдеріміз ол көрнекіліктерді көрсеттік, алдын ала сурет бойынша әңгіме сұрақтар қойдық, әңгімелестік, балаларға сұрақ жауап алдық. Тәжірибе бойынша балалар әр затты өз қолдарымен құрастырды, топтық жұмыс болды, жекелеме жұмыстарда болды. Сәулетші не істейді деген сұрақтарға балалар өз ойларын жауап берді. Ғимарат әдемі болу үшін қандай заттарды қолданамыз дедік. Әр бала өзінше, біреу биік болғанын қалады, біреу аласа болғанын қалады. Ғимараттың суретін салып, сұлбасын жасайтын мамандар екенін түсіндірді. Қауіпсіздік ережелерінде біз міндетті түрде таяқшаларды сындырмау керектігін, бір-біріне сермеп қалмау керектігін, жұмыс орнын таза ұстау керектігін біз міндетті түрде сақтап отырдық. Енді осы сәулетші ойынының тәжірибесін көріп, мұқият өздеріңізге қажетті болса алуға болады. Достар, біз бүгін ағаш таяқшалардан балабақша жасаймыз. Мынаны үйден жасап алып келдім. Соя маған бұл ұнапты екен, қызықта балабақша істеп. Міне біздің жасалған болашақ балабақшамыз. Ал ханым айт, біз қарашы, біздің балабақшамыз әдемі шықты. Өте әдемі шықты. Қандай пішін Ол дөңгелек жұмыртқа. Қандай әдемі, қараңызшы, осындай әдемі балабақшаны біздің балалар құрастырды, иә? Құрметті әріптестер, бұдан біз не күтеміз? Әрине, міндетті түрде балалардың күтілетін нәтижесі қарапайым жобалау кезеңдерін түсінеді. Балалар кеңістікті, пішінді, білімдер алады, шығармашылық қабілеті дамыды, сәулетші
мамандығына деген қызығушылығы қалыптасып, болашақта мамандық иесі болуға өздерінің ойларын жеткізе білді. Бұл бір күндік жұмыс емес, бірнеше күндіктің жұмыстың нәтижесінде балалардың қызығушылығы оянды. Бір жасаған затты екінші рет қайталамауға тырысты, себебі олар жасаған затты одан да әрі күрделірек етіп жасауға талпына білді. Енді келесі бізде жаңағы біздің қолда айтып отырғандай көлеңке театрын алдық. Бұл бізде басты мақсат жарық, көлеңке, дыбыс, табиғатпен байланысты болғандықтан қарапайым Шалқан театрын балаларға түсіндіріп алдық, көлеңке туралы. Жарықпен өздеріңіз білесіздер, әріптестер, біз міндетті түрде жыл мезгілдеріне тоқталамыз, міндетті түрде күн тәулік бөліктеріне тоқталамыз, міндетті түрде күн мен түнді балаларға күн тәуліктеріне бөліп айтамыз. Соған орай осы көлеңке театрын арнайы алдық. Арнайы алған себебім, тәжірибе барысында балалар қараңғыдағы театр әлемін сезіну болатын болды. Себебі біз күнделікті балаларға ертегілерді сомдағанда, рөлдерге бөліп ойнаған кездің өзінде балалар жарықта көретін. Ал бұл жерде басқа қырынан көлеңкенің жарықтың сол жақтан, оң жақтан түсуін балалар бағыт бағдар бере отырды. Қарапайым Шалқан театрының өзінің ерекшелігін қызығушылықпен қарап көріп, оны көлеңкесінен танып отырғандығы себепкер болды. Балаларға қатты ұнады деп ойлаймыз. Себебі ол көлеңке театрын біз күннің екінші жартысында да, сосын кеш қарай өзі бөлмені қараңғылап, арнайы жасақтап, арнайы жасап көрсеткенде балалардың қызығушылығы өте жоғары болды. Енді біз олар үшін не істедік? Көлеңке театры арқылы тамашалайтындарын алдын ала ескертіп, түсіндіріп айттық. Бұл көлеңке театры Шалқан желісі бойынша айтылды. Кейіпкерлердің өзі көрінбейтінін түсінді балалар. Олардың тек қана көлеңкесінің көрінетінін білді. Балалар олардың әр қимылын, әрекетін, бір-біріне анық көмектескенін байқады. Бұл достық пен бірліктің күші туралы ертегі екенін түсінді. Жарық пен көлеңкенің айырмашылығы балалар арналған түсіндірме арқылы түсініп көрді. Жарықты күнделікті көріп жүргенде олар айналамыз жап-жарық тұратын сәуле екенін, мысалы күннің жарығы мен шамның жарығы екеуі екі түрлі. Жарық болса, біз заттардың барлығын анық көреміз. Ал көлеңкеде жарық түскен заттың артында пайда болатын қараңғы бейне. Егер жарық болмаса, көлеңкеде болмайды. Осы сөзді балалар осы театр арқылы бойларына сіңіріп, және өздеріне қызығушылық артты. Қарапайым түсінік бұл күнделікті біздің іс-әрекеттегі. Күн шыққанда жерге көлеңкеміз түседі, ал шам жаққанда қолымыздағы экранды жақындатсақ, оның көлеңкесін көреміз. Зат жарықтың жолын жапқанда көлеңке пайда болады. Яғни жарық қылдырады, ал көлеңке жарықтың жолы бөлгелгенде пайда болады. Осы Шалқан театры көрсетілген кезде, өздеріңіз қазір қарап отырасыздар, әртүрлі кейіпкерлер қағаздан жасалып, арнайы жасалған, экранда көрінеді. Ертегіні мәнерлеп айттық. Көлеңке театрының маңызы баланың қиялын дамытты, сөйлеуін жетілдірді, ертегіні есте сақтау қабілеттері артты. Жарық пен көлеңке туралы алғашқы ғылыми түсініктері қалыптасты. Көрулеріңізге болады. Ертеде орманда ата мен әже өмір сүріпті. Көктем айында ол ата мен әже бау бақшаларына шалқан отырғызыпты. Шалқанды күнде баптап, сулап, өсіріп, суарып, ол шалқан үлкен болып өсіп, күзде соны жинауға келеді. Атасы келеді, шалқанды әрі тартады, бері тартады. Шалқан жұлынбап алынбағаннан кейін әжені шақырады. Көмекке әжесі келеді. Әже де көмекке келіп, шалқанды әрі тартып, бері тартып, шалқан жұлынбағаннан кейін көмекке немересін шақырады. Немересі келеді. Немересі келіп шалқанды әрі тартып, бері тартып, немересі де күші жетпегеннен кейін көмекке итін шақырады. Ит келеді көмекке, шалқанды ол да бар күшімен әрі тартады, бері тартады, жұлынбағаннан кейін мысығын шақырады. Мысығы келеді шалқанды жұлуға. Мысық та бар күшімен тартып, ол да шалқанды жұла алмай көмекке тышқанды шақырады. Тышқан келеді, бар күшімен шалқанды тартып қалғанда шалқан түп тамырымен
үзіліп ата мен әженің қолына түседі. Сөйтіп өздері еккен жемістерін көріп мәз болады. Көлеңке театры бізге ұнады. Қандай театр көрдік? Шалқан. Онда қандай кейіпкерлер болды? Ата болды, әже болды, ит болды, мысық болды, тышқан болды. Тамаша. Олар бір-біріне не істеді? Көмекке? Көмекке шақырды. Келді, иә? Ең соңында не істеді? Шалқанды? Шалқанда Шұлғып алды. шуға болды. Ұнады ма? Я. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, құрметті әріптестер, Көлеңке театр арқылы балалар табиғи құбылысты тәжірибе жүзінде көрді және ғылымның байланысын түсінді. Ең бастысы олар ертегіні қызығушылықпен қабылдап, өздері кейіпкер болуға талпынды. Балаларға бұл Көлеңке театры өте ұнады, басқа қырынан да танып біледі. Келесі бізде осы Көлеңке театрынан кейін балаларға жарық туралы айтып өттік. Сонымен қатар сиқырлы кигіз үй ойын ойнадық. Бұл сиқырлы кигіз үй ойыны өздеріңізде іс тәжірибелеріңізде бар деп ойлаймын. Бұл кигіз үйдің сиқырлылығы жарықта кәдімгідей осындай кигіз үй ойындары әр баланың алдында жеке-жеке беріледі. Ал бұл жарықтың ішінде көрінбейді, күндіз көрінбейді. Мақсатты кигіз үйдің ойынның мақсаты кигіз үйдің ішінде не барын табу. Бұған арнайы жаңағы Көлеңке театрынан кейінгі қараңғы бөлмеде не істейміз? Арнайы фонар арқылы бүйтіп жарықтың көрсетеміз, жағамыз. Сол кезде кигіз үйдің ішінде не бар екенін балалар тауып айтады. Жалпы бұл кигіз үй театрын ойнамас бұрын ойынның мақсаты бұнда бізде кигіз үйдің ішкі құрылысымен таныстыру болатын болды. Жарық пен көлеңкені тәжірибе арқылы түсіндіру, ұлттық құндылықтарға деген қызығушылықтарын ояту болды. Зерттеу арқылы, байқау, салыстыру арқылы балалар осы ойынды, кигіз үй ойыны біз жаңағыдай тағы да қараңғы бөлмеге барып қызығушылықтарын арттырдық. Балалар осы кигіз үйдің ішінде тағы қандай заттар барын, кигіз үйдің құрылымына, ол неден жасалған, кигіз үйдің өзі жалпы ағаштан құрылған, оның уығы бар, керегесі бар, және ішіндегі заттардың барлықтарын осы ойын арқылы қараңғы бөлмеде жарық түсіру арқылы, сыртынан жарық түсіру арқылы үйістіп бейнелеп көрсетті. Жарық түскен кезде кигіз үйдің ішіндегі заттар көрінді. Төрдегі сандығымыз, ыдыс-аяқтардың неден жасалғаны, домбыраның неден жасалғаны. Осы жасырынған кигіз үйдің ішіндегі заттардың барлығын әр бала қолдарына осындай жарық шамын алып, тәжірибе жасап, бақыладық. Балаларға қатты ұнады. Өздеріңізде іс тәжірибелеріңізге алуға болады. Күнделікті сабаққа да пайдалануға болады, ойын түрінде де болады. Қарапайым өзіміздің ата-бабаларымыздан келе жатқан ұлттық құндылығымыз кигіз үй туралы айта берсек өте кеңінен, оның жылылығы, оның ата-бабамыздың тұрғандағы үй жайы, онда қалай қоныстанғандағы, жайлаудағы кигіз үймен қазіргі тұрып жатқандағы өзіміздің көп қабатты үйлермен салыстырмалы түрде сұрақ жауаптар болды, балаларға сұрақтар қойылды, балалардың қызығушылығы артты, себебі бұлар балаларымыз біздің қаланың балалары болғандықтан күнделікті бұндай кигіз үйді көріп, арнайы мерекелерде ғана көргендіктен бұларға қызығушылығы өте жоғары болды. Қызығушылықтар жоғары болғандықтан осы ойынды ойната білдік. Көрулеріңіз Не көріп тұрмыз? Ағаш, Астау. озау. Астауға не саламыз? Бес бармақ. Тамаша. Бұл неден жасалынған? Ағаштан. Табиғи ағаштан екен. Ожаумен ұғамыз? Қымыз. Тамаша. Келесі кигіз үйді қараңдар балалар. Сиқырлы. Шапан және бас киім. Өте жақсы. Шапанды кім киеді? Әже и ата. Аталар, әжелер. Бас киімді кім киеді? Ата. Тамаша. Келесі біздің кигіз үй сиқырлының ішінде не бар екен? Домалам. Қобыз. Қобыз. Бұл неге жатады? Қазақтың аспаптарына жатады. Тамаша. Келесі кигіз үйімізде не бар екен? Бесік пен сырға. Тамаша. Бесікте кімдер жатты? Балалар. Балалар. Тамаша. Ағаштан жасалынған, иә? Тостақанмен біз не ішеміз?
айран, қымыз, шұбат ішеді. Міне өздеріңіз тамаша. Кигіз-үйдің ішіндегі заттар туралы балалар толық мәліметтер алды, оның неде құралатынын білді. Жалпы балалардың сөздік қорлары артты, тілдері жетілдірілді, және жарық пен көлеңке туралы түсініктері кеңейе түсті. Байқағыштық пен зейіндері дамыды. Балалар ұлттық құндылыққа, мәдениетке деген қызығушылықтары осы жерде көрініп тұр. Себебі балалар белсенді болды. Оларға өте қызықты. Әр бала басына арналған осындай ойынның әр түрлілері бар. Балаларға қызықты болды деп ойлаймыз. Өздеріңізде пайдалануларыңызға болады. Келесі бізде судың қасиеті деп аталады. Бұл судың қасиеті жалпы балаларға судың қасиеттерімен таныстыру болып өтті. Ішетін су мен мұхит суының айырмашылығын тәжірибе арқылы көрсеттік. Түсіне, судың дәміне, иісіне, мөлдірлігіне назар аудардық. Бұл қолданылған кезде екі түрлі біз су алдық. Біреуі таза күнделікте пайдаланатын ауыз суы, екіншісі мұхит суы. Таза су қандай болады деген сұрақтарды балалар екеуі салыстырмалы түрде айтты. Таза су мөлдір, түссіз, дәмі жоқ. Ал мұхит су қандай болады? Тұзды, ащы, көгілдір түсті, және онда ащы болғандықтан, тұзды болғандықтан, әртүрлі балықтардың, әртүрлі суда жүзетін жәндіктердің жүретінін балалар айтып, өздеріне қызығушылық тәжірибе арқылы жеткізе білді. Су қандай? Мөлдір, тұзды болды. Мұхит суын ішуге болады ма дегенде, жоқ деді, себебі ол ащы болғандықтан. Ал біздің күнделікті тұтынып отырған суымыз, оның түсі жоқ, мөлдір, таза, адам пайдасына өте пайдалы. Тек қана адамдарға емес, жан-жануарларға, өсімдіктерге, жалпы табиғатқа сусыз адам өмір сүре алмайтындығын тағы да осы тәжірибе арқылы, түсіндірме арқылы балалар түсініп білді. Судың қасиетіне тоқталдық, судың түсіне тоқталдық. Тәжірибеде суда қандай болады, суды үнемдеп пайдалануға болатынын біз осы жерде көрсеттік. Балалар судың мөлдір екенін, тұзды судың суда еритінін, мұхит суының тұзды болатынын түсінді. Тәжірибе арқылы салыстырып, және өз қолдарымен қызықты тәжірибе жүзінде байқағыштық қасиеттері дамыды. Қайырлы күн, достар. Бүгін біз кішкентай зерттеушілермен бірге қарапайым суды зерттеп көреміз. Қарапайым су мен мұхит суының айырмашылығын анықтаймыз. Қараңдаршы қыздар, мына жерде екі түрлі ыдысқа құйылған, шылдыр ыдысқа құйылған су екен. Мына тұрған судың түсі қандай? Жаңа айта қойшы. Екеуіңіз айта қойшы. Тап-таза, иә? Су түссіз екен, мөлдір екен. Бұл судың дәмі жоқ екен. Дәмі бар ма судың? Жоқ. Судың дәмі жоқ екен, түссіз екен. Ал жаңа, мына сенің судың түсі қандай? Көк. Судың түсі көк екен. Көк екен. Бұның ішінде нелер өмір сүріп жатыр? Нелер жүр? Балықтар жүр. Акулалар жүр. Дұрыс айтады, тағы нелер? Шаяндар жүр. Тамаша. Бұл су астында өмір сүретін жәндіктер, балықтар, әртүрлі көптеген балық түрлерімен жәндіктер өмір сүреді. Бұл мұхит суы деп аталады. Қайталаңызшы. Бұл мұхит су. Бұл өте ащы болады. Бұл өте ащы болады. Ал еркен сенің тұрған суың, көрдің бе? Ол түссіз. Қайталаймыз. Мөлдір. Дәмі жоқ. Міне көрдіңдер ме балалар? Осы екі тұрған судың өзінде екі түрлі айырмашылық бар екен. Суға қаңсылсақ дәмі қандай болады? Тәтті. Дәмді болады екен. Түсіне бояқ салсақ не істейді? Түсі өзгере ма? Өзгереді. Өзгереді екен. Ал біздің мұхит суы қандай екен? Дәмі қандай? Ащы. Тамаша. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, құрметті әріптестер, судың айырмашылығын балалар тәжірибе арқылы, өздерінің іс-әрекеттері арқылы көрсете білді. Бірнеше тәжірибелер жасалды. Табиғат құбылыстарына деген аса назарларын аударды. Өздерінің осы суға барып түскендіктерін, не себепті судың көгілдір болатынын, күнделікті пайдаланып жүрген судың тәтті болатынын, суларды құмға құйсақ оның құмның өзінің жиналатынын, өсімдікке құйып отырсақ оның өсімдіктің өсетін, адамның ағзасына міндетті түрде су ішіп, ол су арқылы адам, тірі адам, жан-жануарлар барлықтары су арқылы ғана қоректенетінін түсініп білді.
Енді өзіңіз көріп отырғандай, су, ауа, топырақ, біздің табиғаттың бір бөлігі. Біз онсыз барлығымыз бір-бірімізбен тығыз байланыстымыз. Балалардың қызығушылығы да өзінің ерікті белсенділіктері өте жоғары болды. Келесі бізде сонымен қатар жаңағы жарық, көлеңке деп айтып жатырмыз балаларға. Көптен көп сол жарық, көлеңкелерге қатты тоқталдық, себебі балалардың қызығушылығы қызықты болды. Оларға қараңғыда жасалынған, көлеңкеде жасалынған іс тәжірибелер бұдан да әсерлі болып табылды. Содан алдын ала жұмыстар жүргізілді. Қараңғыда сендер не істейсіңдер? Адамдар біз не көреміз деп. Балалар барлығы бірден қараңғыда күн тәулік бөліктеріне тоқталып, алдын ала жұмыстар жүргізілді. Тәулік бөліктеріне балалар таң, сәрі, түс, кеш, түн деп атап айтып, түн мезгілінде не істейсіңдер? Түн мезгілінде аспанда нелер пайда болады? Олар жұлдыздар пайда болады дейді. Жұлдыздар қандай болады? Жұлдыздар көп. Аспанда тағы не болады? Ай болады. Ай қандай? Ай кейде жаңа ай туады. Ол толықсиды, толық ай болады. Ал күндіз біз жұлдыздарды көре алмаймыз. Себебі күндіз біздің күніміз жарқырап тұрады. Ал түн уақытында жұлдыздар жарқырайды. Не себепті? Айдың шағылысқан жарығының көмегімен. Сонымен балалар өздерінің бізбен бірге бақылау тәжірибесін жасау арқылы жұлдыздарға біз бақылау жасадық. Жай ғана жасаған жоқпыз, арнайы балаларға алдарына осындай бір 3D деп айтамыз, қазіргі заманауи жұлдызшаларды салып, әр баланың алдына осындай жұлдызшалардың барлықтарын салды. Әр бала өзінің еркінше сала түсті. Салып, оны біз істейдік, жұлдыздарға жан бітіреміз дедік. Біздің жұлдыздар да түндегі сияқты жарқ етіп, жанып тұрып керек. Ол үшін біз не істедік? Арнайы біздің пипетка деп айтамыз. Не болмаса, осындай иінесіз қауіпсіздік пайдаланып, техникалық қауіпсіздікті пайдаланып, иінесін алып тастап, шприцтарды алып, оларға ішіне су құйып, осыны тамыздық. Тәжірибе жасадық. Осылай тәжірибе жасап отырғанда балалар әрқайсысы 3D бумагамыз, жаңағы 3D форматтағы қағаздарымызға салынған бейнелер үлкейіп, өсіп, әртүрлі бірнеше есе өседі, көтеріле отырып, бірнеше жұлдыздар шығарды. Мені көріп отырғандарыңыздай. Жұлдыздың да түрлері шықты. Балалар сонда осындай жұлдыз жасау арқылы түндегі аспандағы жұлдыздарды қуанышпен, өздері қызығушылықтары жоғары болып, бейнелеп, тағы да жасайықшы, басқандай кейіпкерлерді жасайықшы, басқандай айды жасайықшы, күн салайықшы деп, осындай бірнеше іс тәжірибе жасалынып шықты. Өздеріңізде қолдануға болады. Бұл 3D бумага деп аталады. Енді қазір заманауи заттар өте көп. Жасаймын, тәжірибе жасаймын деген адамдарға барлық жағдайлар жасалынған. Осыны ала отырып, балалардың қызығушылығы өте жоғары болды. Жұлдыздардың жаны өшетінін, оның түндегі жарқ-жұрқ ететінін, ал күндіз олардың жоқ болып, күннің шағылысатынын барлығын балалар білді, түсінді. Жұлдыздарға деген қызығушылығы артты, өздерінің ойларын атады. Түнде адамдар ұйықтайтынын, не себепті тыныштанатын, адамның өзінің дене бітімінің барлығы өсетін түнде ұйқы арқылы өтетінін балалар біліп, қызығушылықтары артты. Енді осы бойынша көрулеріңізге болады. Келесі біздің тәжірибеміз, видеомыз бүгін біздің кішкентай зерттеушілеріміз өзімізді зерттеу іс-әрекетімізді одан әрі жалғастырамыз. Қараңдаршы балалар, біздің алдымызда бірнеше жұлдыздар шашылып жатыр. Міне, Әбілмансұр, мынау не? Жұлдыз. Мынау не? Дұрыс айтасыңдар, жұлдыз. Жұлдыздар қайдан болады? Аспанда. Аспанда. Жұлдызды көрдің бе? Қайда болады ол? Аспанда. Аспанда, дұрыс айтасыңдар. Ал жұлдызды біз қай уақытта көреміз? Қараңғыда. Дұрыс айтасың. Қараңғыда ол аспанда түнде қандай болады? Жалт-жұлт етеді. Айтылыңызшы, жалт-жұлт. Жалт-жұлт етеді. Айтылыңызшы. Жалт-жұлт. Иә, жалт-жұлт ететін жұлдыздар. Енді біз қазір осы жұлдыздарға жан бітіреміз. Иә, жан бітіреміз. Оны ерекшелеп, біз не істейміз? Тәжірибе жасаймыз.
Міне бұл жұлдыздарды алып оған су құйсақ арнайы шприцтар арқылы жұлдызымыз үлкейеді және жарқырайды. Кәне міне қараңдар, осыған жан бітіреміз, суды құямыз, көріп тұрсың ба? Міне тағы да суды алып қоямыз. Міне жұлдызымыз не істеп жатыр? Өсіп жатыр. Міне сиқырлы жұлдыз жасадық. Қара, көріп тұр ма саған? Қара, сиқырлы жұлдыздар жасап жатыр. Кәне есіңде де жасай қойын да? Жасай қой. Міне менің жұлдызым үлкейді. Сенің жұлдызың қандай болды? Көрсете қойшы. Сенің де жұлдызың үлкен болған екен міне. Сенің жұлдызыңды көрсете қой кәне. Сенің жұлдызың түсі қандай? Түсі қандай? Жоқ, ал сенің жұлдызың түсі қандай? Тамаша, міне қараңыздар. Біздің бүгін жұлдызымыз үлкейіп жарқырай түсті. Міне өздеріңіз көріп отырғанда, құрметті әріптестер, бақылау арқылы, салыстыру арқылы балалардың қызығушылығы өте жоғары болды. Жұлдыздардың күндізде аспанда болады, бірақ күннің жарығымен күшті болғандықтан біз оларды көрмейміз. Осы түсініктеменің барлығын балалар түсінді. Жалпы бұл тәжірибе балалардың сезіну қабілетін дамытты. Олар жарықтың барын және жоқтығын байқады, айырмашылығын түсінді. Сонымен қатар ғарышқа деген қызығушылықтары артып, шығармашылық қабілеттері дамыды. Жұлдыз жасау арқылы балалар өздерін кішкентай зерттеуші әрі суретші ретінде сезінді. Енді бізде келесі видеомызда, келесі суретімізде дәстүрден тыс сурет салу дейді. Өздеріңіз білесіздер, дәстүрден тыс сурет салуда біз міндетті түрде шығармашылық қабілетін, ұсақ моторикасын және сезім мүшелерін дамытуға арнаймыз. Дәстүрден тыс сурет салу тәсілдері арқылы қиялын дамытамыз, эстетикалық талғамын қалыптастырамыз. Ол үшін бізге қажетті заттар керек. Арнайы мысал үшін біз ұнды алдық, жарманы алдық, құмды да пайдаланамыз. Оның астарына пайдаланатын заттарымыз, қатты қағаздарымыз бар. Тек қана оны үстелдің үстіне емес, қатты қағаз, арнайы қағаздардың барлығын төсеп, сол бойынша ғана жасаймыз. Түрлі түсті жармадан біз әртүрлі саусақ қимыл арқылы не болмаса нұсқаулық айтып тұрып, балалардың өзі табиғатты бейнелейді. Өзінің қандай зат айтсақ та балалар өз қиялын шыңдап, осы жарма арқылы, құм арқылы, ұн арқылы бейнелерді жасайды. Қызығушылықтары өте жоғары болды. Және өшіріп қайтадан жасап, мен енді мынандай зат жасайыншы, мен енді аспан әлемін жасайыншы, не болмаса мен математикалық пішіндерді жасайыншы, сандарды жасайыншы. Онымен әріптерді де жазуға болады ауада, құмның үстінде, ұнның үстінде, пішіндерді де жасауға болады, есеп те шығаруға болады. Өздерінің әр тәрбиешінің өзінің қиялы бойынша, өзінің тәжірибесі бойынша әртүрлі бағытты жұмыс жасауға болады. Енді осыны көрулеріңізге болады. Күн, бұлт, құс, үй. Төмен жақтан, молодцы. Бала. Тамаша. Өздеріңіз көріп отырғандай, балаларға осы ұнның, жаңағы жарманың, түйіршіктерінің жұмсақ екені, олардың қолдарына ұнамды ұстағанда ыңғайлы екендігін балалар байқайды. Олармен жұмыс жасаған өте қызықты болады. Қайсысы жұмсақ болды? Ұнмен жұмыс жасаған жұмсақ болды ма, әлде құммен бе? Қайсы түйіршіктері өте көп екен? Түйіршіктеріне байланысты балалар айта білді. Ұнмен жұмыс жасаған өте ыңғайлы, себебі балаларға қалай саусақтарымен жасаса да ыңғайлы болғанын айтты. Ал жармамен жасағаны олардың түйіршіктері. Енді оған айта бер, олар бір ғой. Үлкен екендігін байқады. Аяқ киімдер кімнен Балалардың
шығармашылық қабілеті өз ойынша бейне құрастырды, олардың қызығушылығы арта түсті. Және бұл жерде біз қауіпсіздік техникасын сақтадық. Онымен манканы ауызға салуға болмайды, оны жерге шашуға болмайтын, және көзге жақындатпауға алдын ала түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Жұмыс соңында өз қолдарын жуып, арнайы жұмыс орнын таза ұстауға біз бағыт бағдар бердік. Жалпы жұмсақтық пен түйешіліктің қол моторикасы арқылы дамитынын, қиялы мен шығармашылық артатынын, дәстүрден тыс сурет салу арқылы балалар өз қиялын шыңдата білетінін және өнерге деген сүйіспеншілігі қалыптасатынын осы жерде тағы да біз дәлелдей алдық деп ойлаймыз. Балалардың қызығушылығы өте жоғары болды. Әр жасаған іс тәжірибе арқылы, бақылау арқылы балалар қызға да тағы да жасайықшы деген ниеттерін білдіре білді. Балаларға осы біздің жасалып жатқан іс тәжірибелердің барлығы күнделікті жұмыс барысында жүзеге асып отырды. Сонымен қатар балабақшада біз тағы да тәжірибелер жасадық. Бұл кезде ауыр мен жеңілді бала сезіну керек болды. Келесі тақырыбымыз бізде ауыр мен жеңіл. Балаларға ауыр жеңіл заттарды тәжірибе арқылы көрсетіп айтып отырдық. Ол ауыр заттарға не жатады? Көмір, тас, ағаш, пластмасса, балаларға әртүрлі заттарды алдарына қоямыз. Олар түсінеді. Ауырлық қасиетін салыстырдық, таныстырдық, салыстыру арқылы материалдардың ерекшеліктерін көрсеттік. Ағаш қандай болады, көмір қандай болады, пластмасса сияқты заттардың салмағы. Көлемдері үлкен бірдей болуы мүмкін, бірақ салмақтары әртүрлі. Ол үшін біз не істедік? Тағы да тәжірибеге сүйене отырып, тәжірибе жасадық. Әр баланың алдына арнайы стақандарды қойып, ішіне су құйып, бірінші ауыр затты салдық, одан кейін ағашты салып көрдік, пластмасса салып көрдік. Бататындары бірдей батады, себебі әрқайсы суда өзінің тепе-теңдігін сақтай алмайтын. Балалардың өзі тәжірибеде байқап, салыстырып, байқағыштық қасиеттері өте жоғары болды. Қолға алғанда қайсысы ауыр болды, қайсысы жеңіл болды, балалар салыстыра білді. Қойылған сұрақтарға толық жауап берді. Заттарды қойып, өздері пайдаланды. Көмірдің пайдасы қандай? Ол отын болып жанады. Ал ағаштың пайдасы қандай? Оны да отын қылдырып жағуға болады. Бірақ та ол тез жанады, көмір ұзағынан жанады. Қызуын ұзаққа дейін сақтайтынын балалар осы қызығушылық тәжірибе барысында барлығын түсініп білді. Және пластмасса дегеніміз не? Ол жеңіл болады, ол түрлі түсті болады. Одан нелер жасайды? Оларға әртүрлі құйылған біздің күнделікті қолданыста жүрген бутылкадағы сүттеріміз, соктарымыз, балаларға арналған шырындар барлығы арнайы жеңіл түрде жасалғандығын балалар тағы да осы бір тәжірибе барысында, бақылау барысында өздері бақылап тәжірибе жасай білді. Салыстыру әрекетін білді, формалары түсіне назар аударды, және қасиеттеріне, неліктен ауыр, неліктен пластмасса жеңіл болады деген 4 жастағы балалардың сұрақтары толассыз сұрақ қоя білді. Апай, мынау ұқсайды ғой, бірдей ғой, бірақ та неге ол жеңіл болды, неге тасымыз ауыр болды, неге көміріміз ауыр болды, ол не себепті суға тез батты, ал не себепті біздің ағаш пен пластмассамыз ақырын батты деп балалардың қызығушылығы да жоғары. Салыстырып көрдік, ерекшелігін айттық, пайдасын айттық. Ойыншықтардың көбісі пластмассада құралған, оның арнайы балаларға арналған зиянсыз екендігін түсіндірдік. Зиянды заттарға жоламау керектігін, көмірді жанып жатқан кезде абай болу керектігін, қауіпсіздік ережелерін, ауызға салмау керектігін, ағаш таяқшалар мен кескіндерді дұрыстап, ұқыптап ұстау керектігін барлығын алдын ала біз ережелерді сақтадық. Және пластмасса заттарды ауызға салмау керек, оны шайнамау керек. Барлық тәрбиешінің қадағалауымен жүргізілген бақылау болды, тәжірибе болды. Мен бүгін Тәжірибе тәжірибе істеймін. Мына жерде пластмасса және мына жерде
Kömür var. İlken ağaçta koyu bölünüşü nereden başlıyor? Kömür istedim. Kömür battadı. Basmaçtan büyük. Oldu mu? Basmaç. Gitti. Batıp Yağdır. Tabii. Kömürді суға салдым. Не істеді? Kömür battı gitti. Тамаша. Ал ағашты алып тұра ғой. Ағаш батты ма? Қарайық. Ағаш жеңіл батты, иә? Жеңіл батты. Екінші ағашты алып сала ғой. Батты ма? Жоқ. Ол не істеді? Судың бетінде шығып тұр. Ал енді көмірді тұрған суды араластырса қандай түске боялды? Kara. Тамаша. Енді бұл тәжірибе арқылы біз сіздерге не дәлелдегіміз келеді? Осы 4 жастағы балалардың заттардың салмағын, оның ауырлық пен жеңілдік қасиетін тәжірибе арқылы түсінді. Жай ғана біз қарапайым сөзбен айтқан жоқпыз, оны тәжірибе жасау барысында балалар өз қолдарымен көрді. Өздеріңіз байқағандай таңданыс білдіріп отыр. Бұл да батты дейді. Неге? Себебі ол да батады. Жеңіл болса да суды бойына сіңіргендіктен бататын балалар көріп таңданыстар оянды. Ағаш, көмір, пластмасса сияқты материалдардың ерекшеліктерін салыстыру арқылы балалар өздері қолдарымен тәжірибе жасады, қорытынды жасады және сонымен қатар олар өздерінің қызығушылықтарын арттыра білді. Жасалған тәжірибелер әртүрлі болды. Олардың қызығушылықтары да әртүрлі. Балалар енді бұл тәжірибені бұдан да келесі жолы басқа қырынан көрсете біледі деген ойдамыз. Енді сонымен қатар жаңа өздеріңіз білгендер жарық туралы айттық, су туралы айттық. Енді келесі біздің басты міндетіміз ол ауа туралы. Балаға ауаның бар екендігін біз қалай түсіндіріп айтамыз? Ауасыз адамдар өмір сүре алмайды. Ауасыз барлық тіршілік иесі өмір сүре алмайды. Ол ауаның көзге көрінбейтіндігі, кеңістікте қалай жүретіндігі, сонымен қатар оны біз қалай көзге көрінбейтін затты сезінетін дәлелдеу үшін бізде бірнеше арнайы тәжірибелерге жол бердік. Себебі бала ауаны сезіну керек. Біз айтамыз, тыныс алу жаттығуларды жасаймыз. Сонымен қатар ауаның бар екендігін балаларға дәлелдеу үшін, осындай қасиеттерін білу үшін бірнеше түрлі бағытта тәжірибелер жасадық. Ауа көзге көрінбейтін айттық, бірақ сезінетін газ тәрізді зат екенін де түсіндірдік. Ауа әрдайым біздің айналамызда. Үрлеген кезде ауа шар ішіне кіреді, не болмаса шар үлкейеді деп, мына өздеріңіз көріп отырғандай, шар үрлеу бір ойыны болды, тәжірибе жасау ойыны болды. Сол уақытта біз балаларға бірінші қарапайым шарды алдық, оны үрлеткіздік, үрлейді. Одан кейін не істеді? Шар үлкейді. Шар үлкейгенде ішіне не толды? Ауа дейді. Барлық бала сол кезде сезінді. Оны біз сездік па? Сезген жоқпыз. Сезіну үшін не істедік? Ішіне арнайы жүгері, жаңағы жармаларды арнайы қолдарымен әр бала өздері шарлардың ішіне бірнеше қасықтап салды, қасықпен ішіне орталап салды. Сосын желін шығарып қайтадан үрлеткіздік. Үрлегенде не шықты? Ішіне жарма түскеннен кейін шардың ішінде ауыртпашылық пайда болды. Қайтадан шарды үрлегенде ауа пайда болды. Сол үрлеген шарды біз не істедік? Орнықтыру үшін қарапайым шар болса, ол аспанға ұшып кету керек еді. Ауырлық сезім пайда болу үшін оның ішіне арнайы біз заттарды құйдық, заттарды салдық, жарманы, тарыны барын салып, сосын балалар одан әрі жаңағы шарымызды әшекейлеп, әдемілеп, адам бейнесіне келтіріп, адамның шашына ұқсаттырып, шаштараз қылдырып, не болмаса әсемдеп шығаруды жөн көрдік. Балалар тәжірибе жасау жолында әр бала шарды үрледі. Және үрлеп не істеді? Өздерінің өкпелеріне, денсаулықтарына пайдалы іс-әрекеттер жасады. Шардың формалары өзгерді, және оны ішіне ауаның толып тұрғандығын байқалды. Кәне енді осы шардың қайтадан ішіндегі ауаны шығарайықшы деп босаттық. Босағанда шар өзінің кішкентай қалпына келіп
түсті, қайтадан үрлегенде үлкейді. Сонда біз балаларға айттық, көрдіңдер ме балалар, мына шарды үрлеген кезде ішіне ауа толды. Ауаны біз қалай толтырдық? Өзіміз үрлеу арқылы шарды үлкейтіп толтырдық. Ауа барлық жерімізде бар. Ауасыз адам өмір сүре алмайды. Жан жануарлар ауасыз өмір сүре алмайды. Табиғат та ауасыз өмір сүре алмайды. Бізге міндетті түрде көзімізге көрінбесе де ауаның қасиеті, ауаның бар екендігі, оның көзге көрінбейтін керемет табиғаттың бір жиыны ретінде біз ол балаларға осы іс-тәжірибе арқылы айтып түсіндіре алдық. Және біз іс-тәжірибе балалардың өздері неге шар үлкейді, ауа кетсе не болады деген сұрақтар қоя арқылы балалар өздерінің жеке ойларын жеткізе білді. Енді біріншіден қауіпсіздік ережелерін сақтадық, міндетті түрде шарды шамадан тыс ауызға салмау керектігін, шар жарылған жағдайда қалай қорғана білу керектігін, артық желімді маркерлерді, артық заттарды көзге тигізбей, жұмыс соңында өздеріне қауіпсіздікті сақтайтынын алдын ала ескертіп айтылды. Иллюстрация экрана остановлена. Закрыто. Не знаю. Жоқ, істеп тұр. Демонстрация кетіп қалды. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, шарды балалар шар үрлеу арқылы ауаның бар екендігін сезінді, оның затқа әсерін көріп үйренді. Шар үрлеу тәжірибесі арқылы ауа қысымы, көлемі және кең дамыды. Шарды безендіру шығармашылық қабілеттері мен қиял эстетикалық талғамды арттырады. Ойын арқылы балалар зерттеуші, суретші ретінде өздерін таныта білді. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, мана балалардың осы іс-әрекетке, тәжірибеге деген қызығушылығы өте жоғары болды. Мына жасалып жатқан іс-әрекеттер, тәжірибелер балалардың қызығушылығын оята білді. Бірінші арнайы үрлеу. Қарапайым шардың ауаны үрлеу, олардың өздеріне деген Демонстрирую на окно. Почему? Еще раз. Мен өздеріңіз көріп отырғандай, осы шар арқылы ауаның барын екендігін, шар жарылған жағдайда қалай қорғану керектігін балалар түсініп, сезініп білді. Білді. Енді сонымен қатар, жаңа біз өзіміз айтып отырғандай, үрлеу арқылы балаларға тыныс алу жаттығуларын жасатамыз деп айттық. Күннің екінші сатысында оқу қызмет барысында міндетті түрде біз тыныс алу жаттығуларын, тілдік жаттығуларын балаларға міндетті түрде жасатып отырамыз. Жалпы тыныс алу жаттығулары дегеннің маңыздылығы неде? Олар қалай жасалады? Балаларға дұрыс тыныс алу дағдыларын үйрету үшін өкпенің дамуын арттыру және жалпы денсаулығын күшейту. Тыныс алу жаттығулары балалардың көңіл күйлерін тұрақтандыруға, зейін арттыруға, эмоционалды тыныштыққа қол жеткізуге көмектеседі. Тыныс алу жаттығуларының маңыздылығы, денсаулыққа пайдасы өте зор. Өкпе мен тыныс алу жолдарының қызметін жақсартады.
қанға оттегінің жеткізілуін арттырады. Бұл мидың белсенділігін күшейтеді. Иммундық жүйені нығайтады, шаршауды азайтады. Эмоционалды жағдайға әсері. Балалардың тынысын бақылау арқылы стресс пен қобалжуды азайтады. Ойын алдында тыныс алу жаттығуы зейіннің шоғырлануына мүмкіндік береді. Жалпы физикалық баланың дамуы жаттығулар арқылы кеуде қуысы мен қабырға бұлшық еттері дамиды. Баланың икемділігі, қозғалыс үйлесімдігі жақсарады. Жасалу жолдары балалар бірнеше әртүрлі, өздеріңіз білесіздер, өздеріңіздің іс тәжірибелеріңізде күнделікті пайдаланатын шығарсыздар. Тұрып сергіту жаттығуларын жасау арқылы жасауға да болады. Не болмаса жазып жатқанда, сурет салып жатқанда да тыныс алу жаттығуларын оны уақыт талғамайды, не болмаса ұйымдастырылған оқу әрекетінде де пайдаланып жасауға болады. Балалардың шаршағандығын байқаған уақытта алып жасауға болады. Балалар не істейді? Балалар қуана оны жасайды. Үрлеу арқылы, үрлеу әдісі, мысалы үшін қазір мен көрсетейін деп отырғаным үрлеу әдісі арқылы. Балалар не істейді? Үрлеу арқылы өздерінің өкпелерін тыныс алуын кеңейтеді. Міне, құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырғандай, осындай тыныс алу жаттығулары біз жыл басына таласқа хайуанаттар деген ертегіні өттік. Осы ертегінің желісі бойынша әр балаға осындай ертегінің кейіпкерлері, жыл басына таласқа хайуанаттардың бейнелері берілді. Балалар осыны рөлдерге бөліп, сомдап ойнады, және сонымен қатар ертегіні көрсетіп шықты. Бірінші ертегі туралы мағлұматтар берілді. Одан кейін ертегіге деген қызығушылықтары артты. Оны рөлдерге бөліп ойнады. Содан кейін осы арқылы біз балалардың қызығушылығы өте жоғары болғандықтан осындай әртүрлі бейнеде 13 кейіпкерлері бар ішінде. Жыл басына таласқа хайуанаттар, өздеріңіз білесіздер, түйе, тышқан, жылқы, ұлу, қоян, барлық 12, басында 13 хайуанаттар болғандықтан қайсысы жыл мезгілінен құр қалды дегенде түйе дейді. Түйе бойына сеніп жылдан құр қалды дейді. Мына біздің кішкентай тышқанымыз өзіне түйенің үстіне мініп шығып алып күннің шыққанын көрсетеді. Бұл үшін біз не істедік? Арнайы осындай бейнелерді кесіп алып, балалардың әрқайсысына алып, үрлеу арқылы тыныс алу, өкпе жаттығуларына, өкпеге арнайы жаттығу жасаймыз. Деп үрлесек, міне, балалар не істейді? Ауаның сыртқа шыққан, бейненің қозғалатын, жай ғана қозғалмайды, қатты үрлесек, қатты қозғалатын, жай үрлесек, жай тыныстасақ, жай қозғалатын көріп, күнделікті іс тәжірибеде пайдаланды. Қызықты болды деп ойлаймыз. Бұны күнделікті пайдалануға да болады. Басқа салалы бойынша, математика саласы бойынша да, қоршаған ортамен де жасауға болады. Қызықты жасауларыңызға болады осындай жыл басына таласқан хайуанаттар ойына. Енді ары қарай тоқталатын болсақ, балабақшада біз жаңа өздеріңізге айтып өткендей, ауа, су, топырақ, құм деп айтып келе жатырмыз. Су барлығы да тоқтала келе, әрине балабақшада міндетті түрде біз өсімдіктерге қамқорлық жасау арқылы жанашырлық пен патриоттық сезімге тәрбиелейміз. Оны өздеріңіз білесіздер, әр балабақшаның табиғат бұрышы бар, әр балабақшаның өзінің топтардың ішінде әр балаға деген сенімділік артады, кезекшілік болады. Осы табиғат бұрышына екі балақай бұрышы біздің Тілек балабақшасында бар. Сол екі балақай бұрышында балалардың өздерінің
жасаған, өндірген, өз қолдарымен көрсеткен көмектері ретінде өздерінің қызығушылықтары артып жасаған өсімдіктерге деген қамқорлығы жалпы балаларға өсімдіктерді күту, суару, баптау арқылы жанашырлық сезімін қалыптастыру, табиғатты сыйлау мәдениетін дамыту, туған елге деген патриоттық сезімін ояту болды. Сонымен қатар балалардың бақылауы, өзінің жаңағы өсімдікке деген жауапкершілігі мен зейін қабілеттерін дамыту болды. Өсімдіктерді отырғызу, қалай отырғызу керек, тұқым берілді, топыраққа отырғызу процесі болды. Тәрбиешінің көмегімен тәжірибе жасау арқылы тұқым, су қажет екен, жарық керек екен, және жақсы күтім көрсетсек, өсіріп жатқан біздің өніміміз жақсы нәтиже беретінін балаларға көрсетіп, тәжірибе арқылы жасадық. Оны міндетті түрде суарып отыру керек. Оған жаңағындай жарықтың керектігін, күн сәулесінде тұрса, әдемі құлпырып өсетіндігін тағы да бақылап, балаларға арнайы бақылау жасаттық. Өсімдік суарылмаса жапырақтың сарқайып өспей қалатынын түсіндік берілді. Ал бала суару арқылы өздерінің жауапкершілік сенімдерін, сезімін дамытты. Баптап күту, қосымша әрекеттер жасау арқылы балалар не істейді? Күнделікті табиғат бұрышындағы гүлдердің шаңын сүртеді, ескі қуарған бөліктерін алып тастап, топырақты босатады, өсімдіктердің өскенін бақылады. Бақылағанда менің өсіріп жатқан гүлім, не болмаса өсімдігім осынша өсті, сенікі неге қалай жайқалмай отыр деп бір-бірлеріне салыстырмалы түрде балалар арнайы жасаған жұмыстарын көрсетті. Бұл біздің жасап жатқан тәжірибеміздің нәтижесі деп айтуға болады. Өсімдікті күтіп, қамқорлық жасау балаларға жан-жақты қамқор болуды үйретті. Енді міне құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырғандай, балалар осы неліктен өсімдікті суару керек, неліктен күту керек деген сұрақтарға осы іс тәжірибе барысында өздері сұрақ қойып, міне көріп отырғандай өсірген пияз дейміз, сарымсақ дейміз, гүл дейміз, осының барлық нәтижесін көргенде қызығушылықтары артты. Мен бақташы боламын, мен гүл күтіп отырмын деген ойын арқылы олардың өздерінің қызығушылықтарын көрсете білді, іс тәжірибе арқылы көрсете білді, әлі де көрсетеді. Себебі балалардың күнделікті айтқанға қарағанда, сурет бойынша әңгімелеген қарағанда жасаған жұмыстары көрініп тұрды. Балалар бұдан не күтеміз біз? Өсімдіктердің өмірін түсінеді. Оларды да күтіп баптау керектігін біледі. Оларға ауаның қажеттілігін біледі. Оларды суармаса өліп қалатынын біледі. Оларға күтім жасамаса сарғайып, не болмаса қуарып кететінін біледі. Табиғатты қорғауға деген және туған жерге деген сүйіспеншіліктер артты. Қарапайым зерттеуді әрекетін орындау арқылы дағдылары дамыды. Осындай тәжірибе арқылы балалар табиғатқа қамқоршы бола білді, өз еліне деген құрметін көрсете білді деп ойлаймын. Бұл біздің күнделікті іс тәжірибеміздің арқасы деп ойлаймыз. Және біз балалармен ортасында осындай көңіл-күй сыйлап тұрамыз. Келесі біздің бейнематериал дейміз, келесі біздің іс тәжірибе, эксперимент деп айтамыз. Қарапайым суға түрлі түсті бояулар сап, жаңа өзі алдында айтып кеткендей, біздің пайдаланылған күнделікті тәжірибеде қолданысқа ие болған түрлі түсті бояулардың барлығы тағамға арналған, зиянсыз, улы емес, кәдімгі кондитерлік краскалар деп айтамыз, бояулар деп айтамыз. Соларды пайдаландық. Соларды пайдалана отырып балаларға көңіл-күй сыйладық деп айтамыз. Балалардың эмоциясын байқадық. Бұл жай ғана тәжірибе емес,
балалардың өз жасаған жұмыстарының қуанышын, таңданысын көрсете білдік деген ойдамыз. Әсер сыйладық. Көңіл күй балаларға ерекше әсер сыйлайды және жанартау атқылауын жасадық дейді балалар. Өздері әрқайсысы менде вулкан шықты дейді, жанартау шықты дейді. Бұған не алдық біз? Қарапайым ас содасын, сірке суын араластырып, және пайда болған атқылауды балалар қызығушылығын арттырып, таңданысын оятты. Бұл құбылыстың себебін талқылап, сұрақ қойып, болжамдар айтты. Бұл тәжірибе балалардың танымдық белсенділігін, зерттеушілік дағдыларын дамытып қана қоймай, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бұл ойын арқылы, тәжірибе арқылы алынған білім есте ұзақ сақталатыны сөзсіз. Енді видеоға көңіл аударыңыздар. Мен дөңгеле баламын, жарқыраймын, жанамын, қуанышыммен болам, қалам менен даланы. Жақсы көрем әнді де, жақсы көрем сәнді де, би-билеуім ол да бір, өз алдына әңгіме. Домбырада тартамын, көңілін тау баршаның, бұл бақытты дәуренім, бұл бақытты. Мен дөңгеле баламын, жарқыраймын, жанамын, қуанышыммен болам, қалам менен даланы. Жақсы көрем әнді де, жақсы көрем сәнді де, би-билеуім ол да бір, өз алдына әңгіме. Домбырада тартамын, көңілін тау баршаның, бұл бақытты дәуренім, бұл бақытты. Құрметті әріптестер, өздеріңіз көргендей, бұл тәжірибе балалардың танымдық белсенділігін, зерттеушілік дағдыларын дамытып қана қоймай, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ойын мен тәжірибе арқылы алынған білім бүгінгі көрсетілген балалардың естерінде ұзақ сақталатыны сөзсіз. Енді өздеріңізде осындай қарапайым, қатты көп затты қажет етпейтін заттармен тәжірибе жасап көрулеріңізге болады. Ол балалардың қызығушылығын арттырады, балабақшаға белсенді түрде қалмай келіп отыратыны сөзсіз. Осындай тәжірибелер арқылы. Енді келесі біздің айтып отырған біздің арнайы осы әдістемелік құралдың зерттеу іс-әрекеті арқылы тоқталатын болсақ, дыбыстардың табиғатпен үйлесуі. Дыбыстар дегеніміз не? Балалар әр уақытта айтады, дыбыстар әртүрлі болады. Адам сөйлейді, адамдардың ойын бір-біріне сөз арқылы, сөйлеу арқылы жеткізе біледі. Сонымен қатар дыбыстар үйлеседі, табиғатпен үйлеседі. Табиғат дегеніміз не? Табиғат дегеніміз құс, табиғат дегеніміз сылдырлаған су, табиғат дегеніміз аққан бұлақ, табиғат дегеніміз не? Аңдардың, жан-жануарлардың дыбысталуы. Үй жануарлары қалай дыбысталады? Құстар қалай ән салады? Бұлбұл қалай сайрайды? Не болмаса көкек қалай өзін шақырады деген сияқты қарапайым. Сылдырлап аққан судың үні, және құстың салған әні, қасықтың тықылдауы, әр зат қандай дыбыс шығаратын балалар күнделікті өмір сүру тәжірибесінде естіп, біліп, және өздерінің арнайы ойларын ортаға салды. Әр адамның дыбысы әртүрлі, және дыбыстардың табиғатпен үйлесуіне олар үлкен бір үлестерін қосты. Себебі оларға да қызықтырақ болды. Табиғаттағы дыбыстарды тыңдау үшін бізге не қажет? Құстардың дыбысын тыңдадық, күйлерді тыңдадық, домбыраның қоңыр үнін тыңдадық, қобыздың мұңлы үнін тыңдадық. Сол арқылы табиғатты балалар қоршаған ортаны сезіне білді. Табиғат пен музыка арасындағы байланысты түсінді. Бұл әрекет балалардың қиялын, көңіл күйін, эмоциялық сезімдерін дамытты.
құстың дауысы әртүрлі. Чик-чирик, ку-ку, кукарику деген сияқты әртүрлі ритмде шығады. Әуен элементтері әртүрлі болады. Балалар оны не істеді? Ән күй сабағында, музыка сабағында салып, өздерінің көңілінен шыққан ырғақты ойната білді. Сонымен қатар судың сылдыры, судың ағып жатқан сылдыры қандай болады? Жаңбырдың жауған тысылы, тамшылары, терезеге соққан әр тамшысының ритмін, әр жерге түскен тамшыларын балалар осы әуен арқылы, осы музыка арқылы және ұқсас дыбыстарды айырмашылықтан сезіне білді. Сонымен қатар тәрбиеші балаларға не істеді? Дыбыстарды, жазылған аудио мен тірі дыбыстарды ажыратып алдын ала жұмыстарды жүргіздік. Әр құстың дыбысын видеороликтер арқылы, бейне роликтер арқылы көрсете білдік. Енді мына жерде келесі біздің видеоға назар аударсаңыздар, бұл біздің күнделікті оқу әрекетіндегі музыка пәніне барып, музыка залына барып, салып, өздерінің көрсеткен өнерлері деп айтуға да болады. Күнделікті жұмыстың ішінен алынған шағын көрініс. Міне құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырғандай, табиғат дыбыстарын музыкамен үйлестіру, бұл балалардың құстың дауысы, биік ноталар, судың сылдыры баяу, тегіс ырғақ екенін тағы да бір дәлелдеп шықты. Балалар тәжірибелік әдіс арқылы өздерінің сұрақтарына жауап ала білді. Құстың дауысы қандай? Құстың дауысы анық, құлаққа жағымды, судың сылдыры қандай деген кезде балалар өздері жауап берді. Судың сылдыры адамды тыныштандырады. Қалай естіледі? Жай естіледі. Адам өзі бойы босаңсып, дем алады деген сияқты сұрақтарға жауап берді. Және бұл қайсысы құс, қандай су деген ойындар ойнау арқылы балалар өздерінің қимыл әрекеттерін, есте сақтау қабілеттерін, қызығушылықтарын, эмоциясын көрсете білді. Қоршаған ортаны тыңдау арқылы табиғатқа деген сүйіспеншіліктер қалыптасып, ырғақты қимылдар мен музыкалық әрекеттер арқылы моторика үйлесімі дамыды. Бұдан біз не күтеміз? Бұл қарапайым табиғат пен дыбыстың үйлесуінен табиғат дыбыстарын естіп, олардың музыкалық аспаппен үйлестірген музыкалық ойынды сезінді балалар. Құстың дауысын естіді. Судың сылдыры аққан ырғақ пен әуенді түсінді. Музыка мен табиғат арасындағы байланысты меңгерді. Сонымен қатар тәжірибе эмоциялық тұрақтылық пен шығармашылық қабілетті табиғатты бақылау сезімін қалыптастырды. Балаларға ұнады деп ойлаймыз. Әрине, міндетті түрде балалар бұны тағы да күнделікті әрекетте қабылдайды, қайталайды деген ойдамыз. Бұдан ары қарай біз не айтамыз?
біздің басты мақсатымыз, менің іс тәжірибенің басты әдістемелік құралдың тақырыбы зерттеу болғандықтан, тағы да біз судың мұздың буға айналатынын тағы да бір рет дәлелдегіміз келді. Қазір балалар біледі, жылдың қай мезгілі дегенде, қазір жылды қыс мезгілі деп айтады. Қыс мезгілінің ерекшеліктерін атап беріңдерші деп әрқайсысына жеке-жеке сұрақ қойғанда балалар белсенді түрде, қуанышты өздерінің ойларын жеткізеді. Себебі қазір жылдың қыс мезгілі неше ай бар десек, олар күнделікті қойылып жүрген сұрақтарға 3 ай бар дейді. 3 айдың ішінде қандай ерекшеліктер байқадыңдар? Бүгін ауа райы қандай? Біздің күнделікті қойылатын сұрақтарымыз, ауа райымыз қандай? Бүгін ауа райы жарқырап тұр, не болмаса аяз, не болмаса қар шапалақтап жауып тұр деген сияқты сұрақтарға жауап аламыз. Сонымен қатар балалардан қандай ойын түрлерін білесіңдер дегенде, олар айтады, міне шанамен сырғанау, коньки тебу, аққала жасау, қардан аққала жасау, тағы да өздеріне қажетті сырғанақ тебу сияқты ойын түрлерін айтады. Біз айттық, осындай қарапайым су қыста қататынын дәлелдедік. Күн суықтық, су не істейді? Қатады. Су қандай болды дедік? Жаңағы басында айтып кеткенге қайтып оралатын болсақ, судың түссіз екенін, оның мөлдір екенін, оның дәмінің жоқтығын балаларға көрсеттік. Оның пайдасы, қасиеті, түріне, барлығына тоқталдық. Сонымен қатар, осы келесі біздің іс тәжірибеде осы судың қатқан күйі және оның ыстықтағы буға айналатынын және оның мұз болатынын дәлелдеп көрсеттік тәжірибе жасау арқылы. Бұл бірнеше күндік процесс, оны жайдан жай көрсете салмадық, алдын ала балаларды дайындадық, мұзды ауызға салмау керектігін, қауіпсіздік ережелерін, мұз басымызға түсіп кетпеу керектігін, және осы мұзды жалаң қолмен ұстауға болмайтынын, және бұл қарапайым судың қай уақытта мұзға айналатынын, қыс мезгілінде, және оны күн қатты ыстықта ол не істейді? Буға айналатынын дәлелдеу үшін тәжірибе арқылы көрсете білдік. Тәжірибенің басты мақсаты ыстық суға күйіп қалмас үшін тағы да қауіпсіздік шараларды пайдаландық. Бұл жерде тәрбиеші міндетті түрде ыстық суды шәйнекпен көрсеткен жағдайда, не болмаса қандай жағдай болмасын, тәрбиеші өз қолына алу керек. Баланы ыстық суға да, шәйнекке де, электр құралдарына жақындатпау басты міндет болды. Басты біздің құралымыз. Солай былай көріп тұрғандарыңыздай қарапайым мөлдір түссіз су, оны біз мұз күйінде қатырдық, және алдын ала жасалынған жұмыстар бойынша оларға әртүрлі түстерді бояп, балалардың қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі стақандарға құйып қатырдық. Сонда балалар өздерінің қойған, алдын ала жасап қойған тәжірибелері арқылы мұздарының түрлі түсті болып шыққан, олардың қатқаннан кейінгі түстерінің өзгергендігін, және бөлме температурасында оның ерігендігін, және ағып кеткендігін, не болмаса ыстық күйде ауаға бу болып шыққандығын тағы да біз тәжірибе арқылы көрсете білдік. Енді келесі видео осы туралы көрулеріңізге болады. Бүгінгі келесі кезектегі тәжірибемізге қош келдің. Қарашы, біз бүгін тәжірибе жасаймыз. Мынау біздің күнделікті тұтынатын мөлдір таза суымыз. Судың түсі бар ма? Түссіз, мөлдір, таза. Көрдің бе? Біз күнде осы суды ішеміз, күнделікті түрде пайдаланамыз. Ал суды біз су қатыратын болсақ не шығады? Не шығады? Мұз шығады, дұрыс айтасың. Қатты суықта ол мұзға айналады екен. Ал мұзға біз түрлі түсті бояуларды қоссақ не шығады? Қызыл түсті мұз шықты, көк түсті мұз шықты, жасыл түсті. Біз оны әртүрлі түске бояй алады екенбіз. Ал егер де осы мөлдір таза суды қатты ыстықта қайнатсақ, қарап тұршы, не шығады? Дұрыс айтасың. Көрдің бе? Суды біздің қатты ыстықта аспанға ұшып, буға айналады екен. Түсінікті ме? Өте тамаша. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, қарапайым судың өзінен мұзға айналдыруға болады, және буға айналдыруға болады. Сонымен қатар әртүрлі түстерді бояғыштарды қосып, түрлі түсте текшелер, не болмаса мүсіндер жасауға болады екен. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, осы тәжірибе арқылы бала әрі көрді, әрі тәжірибе жасады, әрі бақылады, әрі салыстырмалы түрде бақылап шықты. Себебі салыстырғанда сұйық күйінде, қатты күйінде, мұз күйінде
айтылып өтілді, балалардың бойына олар сіңірілді деп ойлаймыз. Тәжірибе жүзінде балаларға тез қабылданады. Бұдан әрі қарай біз не айтамыз? Балалардың табиғаттағы өзгерістерді түсінуге көмектеседі. Қызығушылығы бұдан да жоғары артады дейміз. Енді келесі бізде барлық зерттеу іс-әрекеттері бойынша біз жаңағы ауаны, суды, табиғатты барлықтарын зерттеп келіп, біз бұның барлығын не арқылы жеткіземіз? Балаларға не арқылы? Әрине, міндетті түрде сөйлеу арқылы, көрсету арқылы, күнделікті қарапайым сөйлеу арқылы балалар не істейді? Олардың барлығын жай ғана тәжірибе жасамай, бақылау жасамай, салыстырмай тілдік жаттығулар жасаймыз. Міндетті түрде баланың тілі анық шығу үшін, әр дыбысты дұрыс айту үшін тілдік жаттығулар міндетті түрде қажет. Балаларға суретті көрсету арқылы және санамақтар айту арқылы, мақал мәтелдер, нақыл сөздер айту арқылы біздің ойымыз табиғат па, табиғат жайлы нақыл сөздер міндетті түрде болады. Ауа ма, ауа жайлы мақал мәтел, нақыл сөз міндетті түрде болады. Және су туралы көптеген нақыл сөздерді біз міндетті түрде айтып, ол балалардың бойына сіңірдік. Күнделікті балабақшадағы 4 жастағы балалардың тілі нақты анық шығу үшін тілдік жаттығулардың орны ерекше. Ол үшін күнделікті біз сурет бойынша, жай ғана айтып емес, сурет бойынша біз оларды қайталатамыз. Сосын оның артына балалар қайталап отырып, арнайы дыбыстар, егер де дыбыстарды жеп қоятын болса, дыбыстарды анық айтылмайтын болса, аузымызды кең ашылмайтын болсақ, не болмаса тіліміздің ортасынан дыбыстар шықпайтын болса, осы тілдік жаттығулар балаларға үлкен көмегін тигізді деп айта аламын. Келесі видеода көрулеріңізге болады. Пам-пам-пам, сап-сары балапан. Қа-қа-қа, кішкентай құмырсқа. Ой, ыстық, ой. Пам-пам-пам, сап-сары балапан. Ой, құрата тұр, қой. Ел, шығады жел. Күт, саңғайды бүркіт. Ір, жауады жаңбыр. Шек, шығады бәйшешек. Қа-қа-қа, кішкентай құмырсқа. Са-са-са, сабаны қолсан. Ю, күмітады аю. Пам-пам-пам, сап-сары балапан. Ық, шыққан жейді мұшық. Үн, істік күн. К, айға кел қу түлкі. Ұш, ұшты үлкен құс. Міне өздеріңіз көріп отырғандай құрметті әріптестер, балалардың барлық жағынан қамтылған, өздерінің ойларын толық жеткізе біледі, сөздік қорлары дамыған, тілдік жаттығулар жасау арқылы өз ойларын жеткізеді, түсінеді, және не туралы, қандай бейне туралы айтып тұрғанын балалар анық біледі. Себебі қолдарында, әр баланың қолында арнайы суреттер, не туралы, қоян туралы, арыстан туралы, балапан туралы, не болмаса кірпі туралы балалар көріп, оны күнделікті іс-әрекет барысында қайталағандықтан балалардың қызығушылығы жоғары және сөйлеу дағдылары өте жоғары болды деп айта аламыз. Балалардың сөздік қоры дамыды. Енді сонымен қатар біз жаңа басында айтқандай, міндетті түрде балабақша, бала, отбасы, үштік одақ деп айтамыз. Үштік одақ дегеніміз ата-анамен жұмыс. Міндетті түрде біз балалар ата-анамен жұмыс жасадық. Ата-аналарға белсенді түрде айтып отырдық. Осындай зерттеу іс-әрекеттері болады, зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл зерттеу жұмыстарында үйге тапсырма берілді. Сіздер дәл осы балабақша сияқты үйде де осындай өсімдіктерді өсіріп бақылайсыздар, қандай өнім шығатынын көресіздер, қандай өнімге қол жеткізгендеріңізді кері байланыс арқылы міндетті түрде біз олармен келісіп, олар бізге өздерінің жасаған жұмыстарын жіберіп отырды. Балалардың зерттеушілік қабілеттері үйде де тоқтап қалған жоқ, әрі қарай жалғасын таба білді. Көрулеріңізге болады. Ата-анамен жұмыс, үйге берілген.
dooby dooby doo. Dooby dooby doo, dooby dooby doo. Міне құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырғандай, осындай ата-анамен жұмыс, оның нәтижесінде көріп отырсыздар. Кішкентай ғана өнім болса да, балалар өздерінің еңбектерімен, өздерінің іс-әрекеттерімен соны жасап, үйдегі жұмыстарын бізге осылай кері байланыс ретінде жасап көрсете білді. Енді бұдан кейін біз не айтамыз? Біз бұдан кейін тоқталатынымыз мониторинг. Осы барлық зерттеу дағдыларының жылдық даму көрсеткіші осы ересек топ. Жаңа айтып отырмын ғой, ересек топ өзіміздің 4 жастағы балаларға зерттеу дағдыларының жылдық даму көрсеткіші жалпы деңгейде сұрақ қою, тәжірибе жоспарлау, болжам жасадық, нәтижені талдадық, ойын арқылы зерттедік. Осының барлығын зерттей отырып, осы 5 дағдыны пайдалана отырып, мониторинг жүргіздік. Қорытындылай келе, ересек топта жүргізілген 1 жылдық жүйелі жұмыс балалардың зерттеушілік іс-әрекетін дамытуда нақты, сапалы нәтижеге қол жеткізгенін көрсетті. Мониторинг оқу жылының басында, ортасында және соңында 3 кезеңге асырылды. Зерттеу әрекетімен байланысты дағдылар арнайы бақылау карталары, педагогикалық диагностика парақтары, практикалық тапсырмалар, күнделікті бақылау жазбалары арқылы бағаланды. Мониторинг енгізілген негізгі дағдылар сұрақ қоя білу, қарапайым тәжірибені жоспарлау, болжам жасау дағдысы, нәтижені талдау және қорытынды шығару, ойын арқылы зерттеу әрекетіне қатысу белсенділігі. Жоспарлы мониторинг арқылы зерттеу дағдыларының кезең-кезеңмен қалыптасуы тұрақты өсу динамикасын айқындады. Жыл басында бастапқы деңгеймен салыстырғанда балалардың сұрақ қою, болжам жасау, тәжірибені жоспарлау, нәтижені талдау және қорытынды шығару қабілеттері едәуір жоғарылады. Ең бастысы балалардың танымдық қызығушылығы артып, қоршаған ортаға зерделі, байқағыш көзқарасы қалыптаса бастады. Олар өз бетінше әрекет етуге, ой қорытуға, себеп-салдар байланысын анықтауға талпынды. Бұл тек жекелеген дағдылардың дамуы емес, баланың тұлғалық, зияткерлік және тілдік дамуының кешенді ілгерілеуі болып табылады. Жүргізілген жұмыспен алынған нәтижелер зерттеушілік іс-әрекетті мақсатты түрде жүйелі ұйымдастырудың тиімділігін дәлелдеді және алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмысты одан әрі жетілдіруге негізгі берік қалайды. Қорытындылай келе, балалардың зерттеушілік қабілетін дамыту, оларды ойлау, байқау, салыстыру, болжау және қорытынды жасау дағдыларын қалыптастырудағы маңызды қадам. Зерттеу іс-әрекеті арқылы бала тек білім алумен шектелмей, қоршаған ортаны танып білуге, шығармашылық ойлау қабілетін дамытуға мүмкіндік алады. Мектепке дейінгі кезеңде ұйымдастырылған және күнделікті өмірде қолданылатын зерттеу әрекеттерінің балалардың табиғи қызығушылығын сақтап, олардың танымдық дамуын байытады. Баланың ақылы тәжірибе арқылы өседі, ізденіс арқылы білімге жетеді деп Шәкәрім Құдайбердіұлының сөзімен аяқтағым келіп отыр. Зерттеу іс-әрекетіне жүйелі ұйымдастыру баланың функционалдық сауаттылығын, логикалық ойлауын, жауапкершілік сезімін қалыптастырудың негізі болады. Бұл тек жекелеген дағдылардың дамуы емес, баланың тұлғалық, зияткерлік және тілдік дамуының кешенді ілгерілеуі болып табылады. Құрметті әріптестер. Енді Рахмет, Ләззат Төлешқызы. Күшті жұмыс болды. Әріптестер, кім айтады, ұсынысты, может быть, кто-то похвалит, давайте, айтыңдар. Мадина, давайте, Мадина Ермекқызы, Ақтоғай ауданы. Сәлематсыз ба, Даниярна? Сәлематсыз ба, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Құрметті Ләззат Төлешқызы, әдістемелік құралыңыз өте мазмұнды, өте жүйелі жасалған, қызықты балаларға. Шығармашылыққа толы, ұнады, керемет. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін, творчестволық табыстар тілеймін. Алдағы уақытта осылай тәжірибеңізді тарата беріңіз. Маған ұнады, қызықты болды, өте керемет.
Тағы да кім айтады әріптестер? Айтыңдар. Не жалейте слов. Человек работал. Иә, өте Қандай жақсы, нәтиже мазмұнды жұмыс. болды, а? Өте жақсы, мазмұнды жұмыс, өте жақсы жасағансыз, мынау әдістемелік құралды маған өте қатты ұнап отыр. Рахмет, Мадина Ермекқызы. Тағы да кім айтады? Айтыңдар. Гүлжахан Омарханова жазып жатыр. Рахмет, өте мағыналы болды. Тәрбиеші өз ісінің маманы екені. Ақ қыз, Несіп бала, айтыңыз. Саламатсыздар ма, әріптестер, саламатсыз ба, Алмагүл Данияровна. Бұл өте керемет. Міне бүгін Ләззат Төлешқызы мазмұнды, мағыналы, мына әріптестеріме, қоржындарына керемет бір жаңалық, жақсы жағынан көрсете білді, айта білді, түсіндіре білді, жан-жақты, жаңа зерттеу іс-әрекеттер арқылы балалармен қалай жұмыс жасайтыны, мықты педагог екені көрініп тұр. Алмагүл Данияровна, бұл кісіге тек қана сәттілік тілеймін. Әрі қарай осындай жақсы жұмыстарыңызбен бөлісе беріңіздер. Рахмет көп, Алмагүл Данияровна. Рахмет, әріптестер. Тағы да кім айтады? Әріптестер, айтыңдар. Ну, если нет ни у кого что-то сказать. Ләззат Төлешқызы, жақсы. Теперь этот опыт давайте закидывайте. Әріптестер, біздің сайтта бар әдістемелік банкомат. Сайтта, УМЦ-ның сайтта бар әдістемелік банкомат. В этом әдістемелік банкоматта, екі тілде айтам, смотрю, этот басқа бар. В этом методическом банкомате есть вкладка «Золотой запас региона». Бұл вкладкада да школа бар. Да школада вот все бағдарлама, авторлық бағдарлама отыр. Алыңыздар жұмысқа. Работайте, применяйте. Жарайды ма? Тогда, если некому что-то сказать, әріптестер, давайте прощаться. Сау болыңыздар. Рахмет за то, что были с Әріптестер, сау болыңыздар. нами. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет көп. Өте бір жақсы не болды, тамаша.